болады. Ал біздің қазақтың салт дәстүріне, қазақтың біздің дастарханына ешбір дастархан жетпейді деп есептеймін өзім. Жақында ғана осы WhatsApp-тан көрдім. Американың бір ата көрген шығарсыздар. Осы Алматыға келіп, Қазақстанға келіп, дастарханға риза болып, өзі қолынан беш бармақты жасап жатыр жаңағы кісі. Нанды илеп, етті асып, бауырсақты пісіріп, бата жасап, жаңағы астарын ішіп жатыр жаңағы кісілер. Таң қалдық біз. Сондай да жағдай болып жатыр. Енді менің дайындап келгенім баспен жаңағы жамбаспен бастабақ деп аталады. Негізі бұл жаңағы мезгілсіз кішкене уақыт болып қалды, соған кішкене бітіңкіреп, қаптың түбі болып қалды. Соған енді немереміз үшін бір қойды сойып жіберіп, немеремізге баса болып келдік сіздерге. Мынау бастабақ деп аталады. Астындағы табағында көріп тұрған шығарсыздар, астау қазақтың мынандай нақшымен, өнерімен жаңағы жасалған. Мынау біздің тостағандарымыз. Мынау мен алып келген шұбатым. Мынаның сыртын қалай жасаған көрдіңіздер ме? Неше түрлі тастармен көркемдеп тұрып жасаған, не деген шебер адамдар жасаған десеңізші. Ал енді мына бауырсақты, мына қатырған нанды түнімен өзім пісірдім. Өйткені келінім маған, мама сіздің қолыңыздағы ең дәмді тамақ, сіз ғана керемет пісіресіз, менікі дұрыс шықпайды деп сенбей, мен өзім пісіріп келдім сіздерге. Мынау жаңағы қолдың наны, сол бәріміздікі бірдей ірімшік, жеңі, тары, құрт. Мынау жаңағы түрленген біздің шикіл майымыз. Мынау жаңағы рахаттың конфеті. Сол енді негізі біздің қазақтың салт дәстүрі, тамағымыз, киіміміз айтсақ таусылмайтын дүние ғой біздің. Жырлап айтсақ та болады. Сол бәрілеріңізге көптен көп рахмет. Өстіп әрдайым дастарханымыз ортаймасын, қонағымыз көп болсын, берекеміз кетпесін.